балалық шақтың лавашын дайындаймыз. Ол үшін қарапайым еттің қамырын илейтін боламыз. Ұн, тұз, суға иленген қамырымызды жұқа етіп, жайып, оны қазір пісіретін боламыз. Бұны кішкентай кезімізде апаларымыз жұқпа дейтін, немесе қазір дүкендерден дайын лаваштар сатып алып қолдансаңыз болады. Мына жердегі шыбындарға мән бермейміз. Күн суығанға үйге топырлап кіріп алыпты. Қазір енді қамырымызды пісіреміз. Оған дейін ішіндегі начинкамызды дайындап аламыз. Начинкаға бізде сиырдың, қойдың қарны, бауыр және ет қалауыңыз бойынша өкпесін қоссаңыз да болады. Етімізді, қарнымызды жуып тазалап 1 сағат қайнатамыз. Бауырды 10-15 минут қайнатып, қатып кетпес үшін бауырды 10-15 минут қайнатамыз да бөліктерге бөліп, ет тартқыштан тартып аламыз. Ет тартқыштан тартып болған соң тестамызды пісіреміз. Тестаны пісірген кезде азырақ майға қамырымызды бірінші бетін, екінші бетін пісіреміз да, екінші қайтарылған екінші бетіне қатып кетпес үшін азырақ су сеуіп қоямыз. Су сеуіп, осы қамырды үстіне қамыр төсеп, бетіп айландырып отырып, келесі бетін енді мен жерге тағы да су себеміз, қамыр төсейміз. Сөйтіп, осы әрекеттерді қайталап отырып, бір жаймамызды, осы 7-8 штук осының ішіне жабыспайтын болады. Осыларды пісіріп аламыз. Жұқпамызды пісіргеннен кейін ішіне начинкамыз салатын боламыз. Начинкамыз 1 сағат қайнаған начинкамыз ет тартқыштан өткізіп, қалауыңыз бойынша тұз, бұрыш қосып, пиязбен азырақ сұйық майда жақсылап 15-20 минут бұқтырып, ішіне қоспамызды салып орайтын боламыз. Ішіндегі қоспамыз, начинкамыз артылып кететін болса, оны мешочкқа салып, морозильникке қойып қойсаңыз, келесі қолданғанда жылытып жіберіп, орап жеуге болады. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Енді дәмі енді на любителя дейме, жасап көріңіздер. Қалауларыңыз бойынша ішіне қойдың өкпесінде бір жарты сағат қайнатып, оны да қосып жіберуге болады. Морозильниктеріңізде қатып жатқан қарындарыңызды шығарып, бауырларыңызды шығарып, осылай жасап істеп көріңіздер. Енді дәмі меніңше жақсы сияқты. Ас болсын, жасап көріңіздер.